идеальный булочки жасаймыз. Бисмилля деп бастайық. Бір ыдысқа жылы сүт, жылы су, 2 ас қасық қант, жарты шай қасық тұз, 14 грамм дрожж, 150 грамм сұйық май, 2 жұмыртқаның ақ уызын қосып, жақсылап араластырып аламыз. Сары уызы керек болады. Осыған 750 грамм ұн қосып, жақсылап қамыр илейміз. Бетін жауып 1 сағатқа қалдырамыз. 1 сағат өткен соң қамырды бір басып алып, жұмыс істейтін столды дайындаймыз. Үстелге кішкене сұйық май құйып, қамырды қолмен жайып шығамыз. Жайылған қамырдың бетіне сары майды жақсылап жағып шығамыз. Енді қамырды видеодағыдай 3-ке бүктейміз. Бүктелген қамырды бірдей 10 бөлікке бөліп шығамыз. Әр бөлігін айналдырып отырып, булочки ораймыз. Қалдық болған 2 сары уызды булочканың бетіне жағып шығамыз. Қалауыңыз бойынша қара немесе ақ күнжіт сепсеңіз болады. Қысып тұрған духовкаға 200 градуста 20 минут пісіреміз, және 180 градуста 10 минут пісіреміз. Біздің булочки дайын. Булочки көріп тұрғандарыңыздай өте үлкен болып шықты. Осы видеода мен булочкиді бірінші рет пісіріп тұрмын. Бірінші рет жасағаннан өте керемет болып шықты. Ыстық күйде булочкаға май жағып жесеңіз тоқтай алмай қаласыз. Менікіндей тым үлкен булочки болмас үшін 10 бөлікке емес, 14-16 бөлікке бөліп пісірсеңіз жақсы шығады. Астарыңыз дәмді болсын.